Құрметті достар, енді еліміз құрылыс министрлігін 20 жыл басқарған еңбек сіңірген қайраткер Тілейхан Орынұлы жайлы тарихшы Жанарбек Ақбиұлының министр ата деп аталатын мақаласын ұсынамыз. Тілейхан Орынұлы жайлы анықтамада 1923 жылы Шеруші Хошуны жерінде дүниеге келген. Руы Төлек деп басталады. 1935-тен 1941 жылдары орта мектепті өте жақсы бағамен бітірген Тілейхан 1941-1942 жылдары Байнөлге аймағы партия комитетінің нұсқаушысы болып қызмет атқарады. Ол уақытта оқыған-тоқығаны кадрлардың аз кезі. Құрметбек пен Тілейханды жеделдетіп оқыту керек деп екеуін бас қалаға жібереді. 1942-ден 1944 жылдары партия жоғарғы мектебін бітірген Тілейхан 1943 жылдан партия мүшесіне ілескен. Өзінің Улан-Батырға оқуға алғаш барған. Қызылқайыңнан Өлгейге келгенімде менімен бірге Улан-Батырға оқуға бару үшін Ойғыр жағынан келген ұзын бойлы арық сары жігіт Құрметбекпен таныстым. Екеумізді аймақ басшысы Жеңісхан шақырып алып, сыртында Малако деген жазу бар, темір құтыдағы сүтті ішкізіп, Улан-Батырда осындай тамақ ішуге тура келеді. Алал харам деп жиіркенбей, білім жолында кетіп бара жатқандықтан, не берсе де жеп, алаңсыз білім үйреніңдер деп ескертті. Біз содан кәпір деген сөзді санамыздан шығарып, бар зейінімізді білімге арнадық деп еске алады екен. Моңғол тілін білмей барған Тілейхан барынта жігерін салып бір жағы сабағын оқыса, келесі жағы тіл үйреніп бар жоғы 3 айда сол кездегі студенттердің маңдай алды болып шығады. Оның нақты дәлелі ол кезде 5 деген бағана математикадан студенттер өте сирек алса, Тілейхан әр сабақтан 5 алып, әрі ұстазының басын қатыратын сұрақтармен әрі күнгі дәріс қызықты және тартысты өтеді екен. Осындай зерек студент партия жоғарғы оқу орнын бітірісімен 1944-тен 1947 жылдары өзі оқыған партия жоғарғы оқу орнының оқытушысы етіп қызметке қалдырады. 1945 жылы Мәскеуде партияның 40 күндік семинарын оқығанда орыс тілінде кітаптарды еркін түсініп, баяндамаларды орысша жазған екен. Тілейханның моңғол тілін жақсы меңгергенінің сыртында әдеби тілге жаттық, жан-жақты білімін ескеріп, 1947-тен 1951 жылдары Монғолия кәсіподағының негізгі газеті, одақтас республикаларға тарайтын Хөділмір газетінің бас редакторы болып қызмет атқарады. 1954 жылы Моңғол қазақ сөздігін редакторлады. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын қазақшадан моңғолшаға аударған аудармашылардың бірі. Хөділмір газетінде істеп жүргенде Тілейхан Орынұлының іскерлігін байқап қалған бірінші хатшысы едім бал, 1951-ден 1953 жылы Улан-Батыр қаласының партия комитетінің лектор насихатшылар тобының жетекшісіне жібереді. Қай жердің жұмысы ақсаса іскер Тілейханды сонда жіберіп, сол жерде ретке келтіріп алу жоғарғы жақтың тактикасы болса керек. 1953-тен 1955 жылдары құрылыс басқару басқармасының партия комитетінің хатшысына жібереді. Бұл кезде құрылысты жылдам салудың тәсілдері деген тақырып бойынша зерттеу жасап, салынып жатқан 2 құрылысқа бірдей 2 бригада бөліп, 8 сағатпен кірпіш қалатады. Ол кезде партия хатшыларының айдарынан желесіп тұратын кез. Ал Тілейхан құрылысқа келіп, Қоншық екеуі бір бригада болып сынақ жарысқа түседі. 3 қатармен қалайтын бригада 8 сағатта 20 мың кірпіш қаласа, Тілейхан мен Қоншық 5 қатарлы үлгімен 25 мың кірпіш қалайды. Осы жылы елдің үздік құрылысшысы атанған екен. Бұл бастама лезде қолдау тауып, кірпішті 5 қатармен қалау қолданысқа еніпті. 1955-тен 1957 жылы осы Байнөлге аймағының халық депутаттары құралы атқару әкімшілігінің орынбасары болып жүрген кезде, Тілейханның іскерлігін байқаған партия орталық комитеті оны жоғарылатып, білімін жетілдіруге Алматыға жіберіп, 1957-тен 1961 жылдары Кеңес одағы Компартиясының жоғарғы оқу орнында білім алады.
Оқудан келген бетте 1961-1962 жылдары Улан-Батыр қалалық партия комитетінің басшысы етіп тағайындайды. Әрнеге өте мұқият қарап ізденіс үстінде жүретін Тілейханды ұзақ жыл бақылаған партия мен бірінші хатшы Седімбал болашақ ел тірегі болар құрылыс саласын ол кездегідей Ресей, Қытай құрылысшыларына арқа сүйей бермей, отандық құрылысты дамыту үшін мықты басшылық ететін кадр керегін сезініп, осы бір мұқтаждықтан құтылу үшін бірнеше іскер маманды әр салаға жұмсап, шыңдай бастайды. Міне бірінші хатшы Седімбалдың терең ойластырған жоспар бойынша Тілейхан орынлы 1962-ден 1966 жылдары мемлекеттік университетті құрылыс инженері мамандығы бойынша оқып бітіріп, қоғамдық және құрылыс инженері мамандығын игерген. Әрі сырттай оқи жүріп, 1962-ден 1965 жылы құрылыс материалдары министрі болып қызмет атқарады. Іле-шала 1965-ден 1968 жылы орталық партия комитетінің құрылыс бөлімінің меңгерушілігіне ауыстырады. Седімбалы түпкі ойын ашық айтып, өмір бақи киіз үймен көшіп қонған көшпенді халықты қалаландыруды саған тапсырамын. Бұл ауыр міндет, отанның тапсырмасы. Құрылыс саласына түбегейлі өзің ғана жауап бер, және өзің аяғынан тұрғыз. Бұл салаға не керек, бәрін өзің дайында. Есіңде болсын, бар билік тек сенде деп ауыр сенім артады. Әрі ескертіп, есіңде болсын, артыңда мен бар деп босаңсыма. Егер жұмысың жақсы жүрсе, дұшпаның да көп болады. Сондықтан мұқият бол. Өзің құратын министрлігіңді өзің тәрбиеле деп тапсырма беріп, Тілейханды құрылыс және құрылыс материалдары министрі деген аты барда заты жоқ, ауыр жүкті арқалатып жібереді. Сонымен Тілейхан 1962 жылы құрылыс министрлігіне тағайындалысымен, ең әуелі елде маманды құрылысшы тапшылығын шешу үшін өзі бастама көтеріп, қаржысын тауып өзі барып, қабырғасын қаласып, құрылыс колледжін ашады. Бұл бастаманың оң нәтиже берген сондай керекті маманды қысқа мерзімде өздері оқытып алады. 14 мың кәсіби маман оқытса, жалпысы 40 мың құрылысшыны дайындаған. Тіпті елде жоқ мамандарды Кеңес одағының ең мықты білім беретін елдеріне жіберіп, оқытып алдырып, басқаларына кезекпен үйрету жүйесін мықтап қалыптастырады. Моңғол елінің жоғарғы оқу орындарына құрылыстың күрделі мамандық кластарын ашып оқытуға министр Тілейхан өзі бастамашы болып, әрі қадағалаған. Осылай аз уақытта кадр мәселесін шешкен. Тілейхан Моңғол елінің құрылыс және құрылыс материалдары министрі болған жылдары Моңғолдың Ұлан-Байтақ жерінде бас қала Улан-Батырдан тысқары ондаған қала, қаншама қалашық бой көтерді. 1960-тан 1980 жылдары Жапан далада Дархан, Ерденет, Бағынур, Борөндір, Хаджы Улан, Көтіл сияқты өнеркәсібі өркендеген қалалар бой көтерген еді. Ауыл шаруашылығын нығайту үшін 10 шақты шаруашылық жүйесі, 83 ферма, мал дәрігерлік 54 пункт, 74 тұқым фермасы, 29 тұқым тазалау мемлекеттік құрылыс нысандары, 100-ден астам жем-шөп базалары, тұрғын үйлері, мыңдаған даяшылық орындарының құрылысын салуға Тілейхан министр болған. 1962 жылдан 1970 жылға дейін 80 мың құрылысшы құрылыста абыроймен қызмет жасады. Құрылыс министрлігі орнауының 50 жылдығында құрылыс саласынан 4 еңбекері, 4 еңбек сіңірген құрылысшы топ жарып, қаншама құрылысшы өкіметтік орден медалымен марапатталып, қаншама құрылысшының пәтер алғаны министр Тілейханның құрылысшыларды жігерлендіреді, еңбегін бағалайды алар озық ойлы алғыр, елінің даңқты министр болғанының айғақ еді. 1962 жылдан бастап өмірінің соңына дейін құрылыс және құрылыс материалдары министр болып қызмет атқарып, 1982 жылы тамыздың 13 күні өмірден өтті. Тіпті ауырып жатқанында да Тілейхан министрдің орнына жаңа министр тағайындамаған. Бұл Тілейхандай алып ұлға деген құрмет еді. Тілейхан орын ұлының еңбегін жоғары бағалап, Моңғол елінің ұлы құрылы басқармасының жарлығымен Моңғолияның еңбек сіңірген құрылысшысы атағы,
Еңбек Қызыл Ту орденімен 2 мәрте, Алтын Жұлдыз орденімен 2 мәрте және басқадай көптеген медалдармен марапаттаған. Орынлы Тілейхан 1945 жылы уәзирамен отбасын құрып, 37 жыл бірге отасып өмір кешті. Тікеңнің асыл жары уәзира жоғарғы білімді дәрігер болды. Тікеңмен уәзира 3 ұл 2 қыз тәрбиелеп өсірген ардақты ата-ана еді. Тілейхан Моңғолдың халық ұлы құрылына 6 рет депутат болып сайланған жалғыз қазақ. Бұл кісі жайлы жергілікті баспасөз Моңғол Халық Республикасына белгілі қоғам қайраткері, 25 жыл орталық партия комитетінің мүшесі, 24 жыл ұлы құрыл депутаты болған, Монғолия құрылысына еңбек сіңген қайраткер Орынлы Тілейхан қазақтың қалаберді елімізге әйгілі парасатты, шарапатты министрі болды деп жазған. Орынлы Тілейхан Моңғол Халық Революциялық партиясының 15, 16, 17, 18 4 съезіне делегат болып қатысып, орталық партия комитетінің мүшелігіне 4 рет сайланып, салмақты ой пікірлерімен танылған саясаткер. 1999 жылы Моңғол елінің астанасы Улан-Батыр қаласының 360 жылдық мерейтойына орай Улан-Батырдағы құрылыс колледжіне Тілейханның атын беріп, оның еңбегін ел есінде мәңгілікке қалдырды. Моңғол елінде 23 жыл құрылыс министр болған Тілейхан Орынлы озық ойлы саясаткері, мемлекет және қоғам қайраткері. Моңғол елінің барлық құрылысын салып шыққан алып тұлға. 2023 жылы 100 жасқа толатын Тілейханның мерейтойына орай 100 жылдығын Байнөлгейде кеңінен атап өтуді. Және бір даңғылға есім беру іс-шараларының қолға алынып жатқанын мәлімдеді. Ер туса елдің бағы деп Тілейханның шарапатын байнөлгейліктер аз көрген жоқ. Көп балалы отбасы бар өлгейліктер көптеп құрылысқа тартылып, құрылыстан нәпақа тауып жан сақтағаны жасырын емес. Елімізде ашылған санаулы ғана құрылыс техникалық кәсіби училищесі аймағымызда да салынып, бүкіл батыс аймақтарға құрылысшы маман даярлап отырды. Байөлке құрылысшылары еліміздің басқа өңірлерінде де өз қолтаңбасы бар саналуан жобалар салып берді. Өлгейдегі байланыс орны радиостанциясы, жылу электр станциясының тас құрылысы және күні бүгінге дейін биіктігімен қаламызға ерекше сән беріп тұратын 300 метр биік антенна салынып, ел игілігіне қызмет етіп келеді. Осы антенна арқылы қазақ радиосы жанданып, Монғолия қазақтары өр рухының ән күй болып асқақтауына жол ашып берген. Артында өшпес мәңгілік ірі із қалдырған халқының аяулы Тілейханды байнөлгейліктер ешқашан ұмытпақ емес. Құрылыс министрі Тілейхан Орынлы әлем қазақтарының мақтанышы. Сіздер еліміз құрылыс министрлігін 20 жыл басқарған еңбек сіңірген қайраткері Тілейхан Орынлы туралы тарихшы Жанарбек Ақылбекұлының министр аты деп аталатын мақаласын тыңдадыңыздар.